Қайрат Нұртас, мен сені осып кеттім ба? Төреғали, сендердің шеше эфирлерінде 5000 адам көрмейді, нақы дауы беріп тұр. Мейрамбек, olsun, қотақ сен жоқ болсын. Бля, байқамай қалған ба, бучок-бучогымен, сызық-бітігмеш, айыппай! Лақтырдым өкет, кілерінің бәрі лақтырғасы. Эфир барысында өзімнің қазағым, оның ішіндегі адай руына артық сөйлеп қойып едім. Сәлем достар, сіздермен бірге Куба, и бүгін көретіндеріңіз Мұрат Абділда, жақындаған осы адайлардан кешірім сұрап отқан адам. Қазір Қайрат Нұртас пен Төреғали және де Мейрамбек адамдарға тіл тигізіп боқтап отыр. Қарап отырсаңыз, негізінде ішіп алған адам ғой деп ойлайсың, бірақ осы сөздерден шектен шықты. Ал видеоны көрмес бұрын лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сонымен көреміз. Қайрат Нұртас, мен сені осып кеттім ба? Төреғали, сендердің шеше эфирлерінде 5000 адам көрмейді, нақы дауы беріп тұр. Дауы беріп тұр. Үшкен әкелерің, біреуің әкең бай, үшке астарыңа соңғы үлгідегі мәйшемеген пидараздар, нақы. Қайрат Нұртас, Төреғали, сендердің дәл бұлай эфирде 4000-5000 адам көрмейді. Үшкен шіренген байдың балдарын, нақы. Олигархтар, нақы. Дауыстарын қотақ сендердің бағы. Мен эфирімді қарапайым жесір әйелдің баласы мені осындай 5000 адам көріп отыр. Прикинь, инстаграмда 5000 адам жинау өте қиын нәрсе да, просмотрда. Тиктокта бақы кіре береді, ол тикток қой, тикток. Инстаграмда 5000 просмотр, анау-мынау адамды көрмейді, білесің ба? Далбойып, ишақтар нақы. Қазақ эстрадасы мойындандар. Мейрамбек, пішті бәрін нақы. Чего, блядь? Ешесі өзінше пиздес болмаш нақы. Дауысың қотақ сен, жоқ дауысың. Ешкім сенде көрмейді нақы. 5000 адам көрсе, айтсай көрсе, онда блогер болып кетсе, онда блогер, вайнер болып кетсе, онда далбойыптар нақы. Ишақ, бля. Басы көріп басымды. Көтің қышты. Қарасай, родной. Азиз емес, родной деймін. Өзім жетақ Амстердам әкелем. Амстердам. Соның біреуіне қай уақытта. Бәрін көріп отырмын. Бля, байқамай қалған ба, бучок-бучогымен, сызық-бітігмеш, айыппай! Лақтырдым өкет, кілерінің бәрі лақтырғасы. Мамашың айтпайтын болды. Сыдыңды іш, сыдыңды. Көтің күші, бля, сені. Бәле, саған. Неменеге пибіше бересіңдер? Сыдық қой ол деп айтатындай рас болып тұр ғой. Ой, Көріп отырғандарыңызға рахмет. Видеоны жатса лайк басуды ұмытпаймыз достар. Комментарияда пікірлеріңізді күтемін. Сау болыңыздар.